Әлеуметтанушылар санаулы адаммен бетпе-бет тілдесу арқылы бүкіл бір қоғамның өзекті мәселелерін анықтай ала ма? Егер анықтай алса, сұхбатқа қатысатын информанттарды қалай таңдау керек? Оларға қандай сұрақ қоюға болмайды? Сізге де осы тақырып қызық болса, түсіндіріп көрейік. Бәлкім, сіз Хиросима Нагасакидағы жарылыс туралы деректі фильмді көрген боларсыз. Онда апаттан зардап шеккен адамдардан жарылыс кезіндегі сезімі, уайымы, қорқынышы туралы сұралады. Сарапшылар оқиғаны бастан кешкен адамдармен тілдесіп, қоғамның бір тобының портретін, оқиғаның толық хронологиясын жасайды. Міне осындай сұрақ-жауап форматындағы зерттеу әдісі тереңдетілген сұхбат деп аталады. Тереңдетілген сұхбат әлеуметтануда ғана емес, маркетинг мен журналистика сияқты басқа да ғылымдарда жиі қолданылатын сапалық зерттеу әдісі. Ол арқылы зерттеу объектісі, яғни мақсатты аудитория туралы егжей-тегжейлі ақпарат жинауға болады. Бұл әдіс респонденттердің сезімін, тәжірибесін, алаңдаушылығын және өзекті проблемаларын терең түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, жаппай сауалнама кезінде жасы, табыс көзі, жынысы, этностық тобы, тұрғылықты жері әртүрлі респонденттер таңдалады дедік. Ал тереңдетілген сұхбат кезінде информанттардың бәріне ортақ бір сипаты болады. Мысалы, институтымыз жүргізген балалар үйі тәрбиеленушілерін қоғамға бейімделуі туралы зерттеуде сарапшыларымыз еліміздің 5 қаласындағы балалар үйі түлектерімен тілдесті. Нәтижесінде балалар үйі түлектерінің өмір жолында кездесетін сан түрлі мәселелерді анықтады, стереотиптердің барына көз жеткізді және шешу жолдарын ұсынды. Әдетте тереңдетілген сұхбат әдісі қоғамны белгілі бір топ үшін сақтықпен қарауды қажет ететін тақырыптарды зерттегенде қолданылады. Сондықтан интервьюер мынадай ережелерді есте сақтау керек. Біріншіден, тақырыптың ақпарат берушіге ыңғайсыздық тудырмайтынын анықтап алу және ол бөліскен ақпараттың қоғам үшін маңызын жеткізу. Екіншіден, сұхбаттың негізгі сұрақтарын қоймас бұрын информантқа өзі туралы айтуға мүмкіндік беретін бірнеше сұрақ қою. Бұл екеуара сенімді нығайтып, информанттың ашылып жауап беру ықтималдығын арттырады. Үшіншіден, ашық сұрақтарды қолдану. Бұл бір ғана я немесе жоқ деген сөзбен жауап бере алмайтын сауалдар. Мәселен, сізге зорлық-зомбылық қаупі төнді ме деген сұрақтың орнына, сізге зорлық-зомбылық қаупі төнген сәтті сипаттап беріңізші десеңіз, толығырақ ақпарат ала аласыз. Сондай-ақ сұрақтың қарапайым, түсінікті болуы өте маңызды. Төртінші, эмоционалды ауыр тақырып туралы сұраған кезде информантқа қолдауыңызды білдіріңіз, бірақ мынадай қылып емес. Осы жағдайдан кейін өмірім екіге бөлінді. Мен сізді түсініп тұрмын. Бірнеше рет суицид ойлар болды. Білмеймін қалай сол кезде Оқиғаның бәрін көз алдыма елестетіп отыр. Жалпы білмеймін енді. Мамаға да, папаға да еш нәрсе айта алмадым. Бұл оқиға өміріңіздегі ең қиын кезең секілді. Бесіншіден, сұхбат барысында информантқа бүйтуіңіз керек еді, сөйткеніңіз дұрыс деп кеңес беруге болмайды. Сондай-ақ сұхбатқа бөгде адамдар қатыспау керек. Мысалы, осы жағдайда зорлық көрген адамның жанында агрессордың отыруы мәселені толыққанды анықтап, информанттың шынайы жауап беруіне мүмкіндік бермейді. Ең соңғы ереже, егер сұхбат кезінде диктофон, камера секілді құрылғыларды пайдалансаңыз, ол туралы информантқа ескерткеніңіз жөн. Сұхбат алардың алдында хаттама немесе гайд дайындалу керек. Информантқа да, сарапшыға да сұхбат үшін ыңғайлы орын таңдау. Информантқа зерттеудің мақсатын түсіндіру, құпиялы шарттарын айту. Сұхбаттың форматын нақтылау. Сұхбаттың ұзақтығын анықтау, келісу. Егер информант сарапшыны сұхбаттан соң іздесе, қалай хабарласуға болатынын түсіндіру. Және сұхбатты бастамас бұрын информанттың сұрағы бар ма білу. Айта кетейік, сұхбаттың эксперттік деп аталатын түрі бар. Мұнда информант ретінде белгілі бір саланы терең меңгерген тәжірибелі мамандар таңдалады. Хиросима Нагасаки мысалына қайта оралсақ, деректі фильмде оқиғаны басынан өткерген адамдардан бөлек эксперттерден де сұхбат алынады. Олар ядролық қарудың зардабы, оның адамдардың денсаулығына әсері туралы жан-жақты айтып ақпарат береді. Сондықтан болған оқиға немесе мәселені сырттай бақылап, саралап айтатын мамандармен сұхбат жүргізу зерттеудің мақсаты мен міндеттерін сәтті орындауға көмектеседі. Ендеше сөз соңында тереңдетілген және эксперттік сұхбат қоғамдағы өзекті мәселелерді анықтап, зерттеп, қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Бастысы, айтылған ережелерді ескеріп, информанттың тақырып туралы ашылып сөйлеуіне ықпал ету керек.